Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қазақстандықтардың Ұлы Отан соғысы шайқастарына қатысуы. Бүгінгі сабақта қазақстандықтардың Екінші дүниежүзілік соғысының жеңісіне қосқан үлесін бағалайсыздар. Ұлы Отан соғысының қандай батырлары халық есінде сақталды сұрағына жауап бересіздер. Сіздердің назарларыңызға картада қазақстандық жауынгерлердің майдандағы ерлігі іс-әрекеттерінің картасы берілген. Соғыс қимылдары 1941 жылдың маусым айы мен 1942 жылдарда қараша айларындағы соғыс қимылдарының картасы берілген. 1942 жылдан бастап Каспий аймағына соғыс жағдайы енгізілді. Оған дейін қазақстандық жауынгерлер Курск шайқасында, Сталинград шайқасында, Ленинград шайқасында өздерінің ерліктерін көрсетіп жатты. Ұлы Отан соғысының басталуы. Ұлы Отан соғысының басталуы туралы айтқан кезде әрине Барбаросса жоспарының айтпай кету мүмкін емес. Гитлер кеңестік кеңес елін КСРО-ны Барбаросса жоспары арқылы басып алуды көздеді. Кеңес армиясының батыстағы басты күштерінің елдің түкпіріне қарай шегінуіне мүмкіндік бермей, бөліп тастап талқандауды көздеді. Қауырт соғыс бойынша Архангельск, Еділ, Астрахан шегіне шығу көзделген. Армиялар тобы өзара әуе және теңіз күштерінің қимылдарының толығымен қамтылған. Барбаросса жоспары арқылы кеңес елінің территориясын 6 және 8 апта ішінде басып алуды көздеді. Және Қазақстан және Орталық Азия, Үлкен Түркістан бөлігіне енгізілуді көздеген. Ұлы Отан соғысына Қазақстаннан 1.200.000-нан астам артық адам әскер қатарына шақырылды. 12-ші атқыштар дивизиясы, 4 атты әскер дивизиясы, 7 атқыштар бригадасы, 50-ге жуық жеке полктер мен батальондар соғыс қатарында ерліктерін көрсетті. Қазақстандық жауынгерлердің майдандағы ерлігі. 312-ші атқыштар дивизиясы полковнигі Наумов басқарды, 316-шы дивизия генерал-майор Панфилов басқарды. Мәскеуге апаратын негізгі өзекті жолдың бірі Волоколам тас жолын қорғау осы 316-шы дивизияға тапсырылды. Осы шайқаста 28 жауынгерге КСРО жоғары кеңесі президиумының қаулысымен кеңес одағы батыры атағы берілді. Қазақстандық жауынгерлердің майдандағы ерлігін айтқан кезде әрине Малик, Ғабдуллин, Бауыржан Момышұлы, Төлеген Тоқтаров, Елебаев, Әбдібековтерді айтпай кету мүмкін емес. Барлық жоғы Ұлы Отан соғысында 497 немесе 500-ге жуық қазақстандық кеңес одағының батыры атағын алды. Ұлы Отан соғысында ерлік көрсеткен атқыштар бригадасы мен дивизиялар. Ленинград шайқасында Балтық флотының Киров крейсеріне 156 қазақстандық шайқасты, оның ішіндегі дивизиялар, әскери құрамалар 24-ші, 310-шы, 314-ші атқыштар дивизиясы, Сталинград шайқасында 79-ші атқыштар бригадасы, 73-ші гвардия дивизиясы болып қайта құрылды, 73-ші атқыштар дивизиясы да болды. Мәскеу шайқасында 312-ші, 316-ші, 238-ші атқыштар дивизиясы және 39-ші атқыштар дивизиясы болды. Днепр шайқасында 8-ші атқыштар дивизиясы, 72-73-ші гвардия дивизиясы болды. Қазақстандық жауынгерлердің майдандағы ерлігі. Соның ішінде Сафиуллинді айтып кету керек. 1942 жылы КСРО-ның оңтүстік-шығыс бөлігіндегі шешуші шайқасқа қазақстандық бөлімшелерде қатысты. Сталинград тұрғындарының есінде Қазақстанда жасақталған полковник Сафиуллин басқарған 73-ші атқыштар дивизиясы жауынгерлерінің еңбектері жатталып қалды.
партизандық қозғалыстардың ішінде поляк партизаны жасақтарында Төлешов, Трокин, Авдейчик, Тойымбетовті шайқасты. Словакиядағы Турея өзені бойында қазақстандық Войченконың басшылығымен партизандық құрама жасақталды. Чехословакиядағы партизандық ұрыс қимылдарына Илин, Мошкин, Сұранқұлов, Таранттар қатысты. Бұл мәліметтер көбінесе оқулықта және ұбт сұрақтарына кездесетін мәліметтер. Француз қарсыласу қозғалысы сапарында Қаражүмин, итальяндық қарсыласу қозғалысында Әлпейісов, Дүйсенбеков, Көлшіков, Дрожков, Садуақасов жаумен шайқасты. Түркістан легионы соғыстан соң легионда болғандар жазаға тартылды. Неміс құрамаларының қатарында өз отанына қарсы соғысқан КСРО азаматтары да болды. Олардың арасында негізсіз қудаланып, кеңес үкіметіне наразы болғандар кездесті. Кеңес жауынгерлерінің тұтқынға түсуі соғыс аяқталған соң да отанына қайтпай қалуына себепші болды. Кеңес одағының құрамдас бөлігі ретінде жаумен шайқаста қазақстандықтар үлкен ерлік көрсетіп, жеңіс күнін жарқылдатуға өз үлестерін қосты. Шешуші шайқас кезінде қазақстандықтардың ерлігі және олардың соғысқа қосқан үлесі зор. Даңқ орденінің толық иегері атағына 110-нан астам қазақстандық ие болды. Майдандағы ерлігі үшін 497 қазақстандық кеңес одағының батыры атағы алуы ортақ отанын қорғауда қазақ ұлтының суырылып алға шыққанын көрсетеді. Сіздердің назарларыңызға бүгінгі айтылған тақырыптар бойынша тапсырмалар берілді. Бірінші тапсырма: қазақстандықтардың екіншілік соғысқа қосқан жеңісін жазасыздар. Кем дегенде 3 жазуға жетсіздер. Бірінші үлесі, екінші үлесі және үшінші үлесі. Жауабы: қандай үлестері бар көріп отырсыздар. Кеңес одағының құрамдас бөлігі ретінде жаумен шайқаста үлкен ерлік көрсетті, жеңіс күнін жақындатты. Майдандағы ерлігі үшін 497 кеңес одағы батыр атағын алғандар болды. Өз өмірлерін құрбан етті, тарихта өз орындарын қалдырды. Өз болжамдарымен жауаптары болу қажет. Екінші тапсырма: Ұлы Отан соғысында қандай батырлар халық есінде сақталды? Батырлар айтылып өткен, не болмаса өздеріңіз білетін батырларды тізіп шығуға болады. Міне: Момышұлы, ұшқыш Маркенандыров, атқыш Рамаев, Жаспатаев, Сталинград шайқасына қатысушылар және 4 қазақстандық ұшқыш Бигелдинов, Беда, Павлов, Луганский. Үшінші тапсырма: Ұлы Отан соғысында ерлік көрсеткен атқыштар бригадасы мен дивизияларды жазып шығасыздар. Әр шайқастар: Ленинград шайқасы, Сталинград шайқасы, Мәскеу және Днепр шайқастары. Әр шайқастың жауабы көрсетілген. 156. Мысалға, Ленинград шайқасында Балтық флотының Киров крейсеріне 156 қазақстандық шайқасты. Соның ішінде 24-ші, 310-ші, 314-ші атқыштар дивизиясы. Бүгінгі сабақтың тапсырмалары осындай. Қорытынды: қазақстандықтардың екінші дүниелік соғысының жеңісіне қосқан үлесін бағаладыңыз.